Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен сіздерді бүгін өте керемет, сіздер үшін өте қолайлы, тегін және қолдануға шексіз мүмкіндігі бар платформамен таныстырғым келіп отыр. Бұл платформаның атауы SuperKit деп аталады. Google жолағына SuperKit деп жазғаннан кейін сіздерде осы платформаға кіретін тікелей сілтеме ашылады. Содан соң осылай сілтеме арқылы өтесіздер. Бұл жерде көптеген тапсырма шаблондары бар. Өзіңіздің қажеттілігіңізге қарай таңдап, әртүрлі пән бойынша жасасаңыз болады. Міндетті түрде тіркелу жұмыстарын жүргізесіздер. Тіркелу жұмыстарын жүргізілгеннен кейін сіздерде осындай жұмыс аймағы ашылады. Бұл жерде дайын тапсырмалардың түрлері көрсетіледі сіздерге. Сіз өзіңіздің пәніңізге байланысты осы жерден таңдап алсаңыз болады. Көбінесе бұл жерде орысша тапсырмалар, яғни орыс тілінен математикаға қолдануға болады. Яғни өздеріңіздің пәндеріңізге қажеттісін таңдап осы жерден қолдана бересіздер. Енді бұл жерде қазақ тілді тапсырмалар болмайды, сондықтан қазақ тілді тапсырманы өзіңіз құрастыруға тура келеді. Яғни бұл орыс платформасы. Бізде көптеген платформалар ағылшын тілінде болатын болса, бұл платформаның ерекшелігі орыс тілінде. Яғни өте керемет платформа деп атауға болады. Енді жаңа тапсырманы құрастыру үшін задание батырмасын басамыз. Мінекей мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандай шаблондардың түрлері өте көп. Өзіңіздің сабағыңыздың әдісіне қарай осы жерден таңдап аласыз. Мысалға, кез келген ашып, мысалға, найди пару. Көбінесе біздің сабағымызда пайдаланатын осы сәйкестендіру әдісі ғой, сондықтан мына жерге мысалға тақырыбын жазып қойсаңыз болады, немесе сыныбыңызды жазып қойсаңыз болады. Өзіңіздің жаңағы шатасып кетпес үшін тақырып жазып қойсаңыз да болады. Название деген жерге тақырыбын жазғаннан кейін, мінекей төменгі жақта добавить вопрос деген бар. Добавить вопрос батырмасын басамыз. Мінекей мына жерге сіз сәйкестендіруге мына жаққа бір сөзін келесі бетіне, яғни жауабын жазып қоясыз. Мысалға 5 қосу 5 ответіне 10 жазайық. Мысалға тағы сұрақ құрастырып, тағы 6 қосу 6 аяғына 12 деген сияқты. Мына жерден сурет енгізіп қойсаңыз да болады. Оны алдын ала добавить етіп, яғни загрузить етіп қоясыздар. Мінекей осыдан кейін далее батырмасын басамыз. Мына жерден сосын шаблон таңдайсыздар. Мысалға, қандай шаблонда сіздің сұрағыңыз болғанын қалайсыз. Мысалға, книги, кітапты таңдап, далее батырмасын басамыз. Мінекей начать батырмасын басамыз. Мінекей осы жерден таңдай бересіздер. Мінекей жауабы осылай шығып тұрады. Мінекей на весь экран деген бар. Ең бастысы бұл жерде результат көруге болады. Яғни, мысалға, қай оқушы неше балл жинады, барлығы көрініп тұрады. Енді сіздерге көрсетейін дегенім, мына жерде мысалға, мои заданиенің ішінде тапсырмаларыңыз сақталып тұрады. Мысалға, посмотреть деп көріп, поделиться етсеңіз болады, сілтемесін көшіріп, яғни сосын мысалға тапсырмаңыз дұрыс болмай қалып жатса, редактировать батырмасын басып, қайттан өзіңіздің тапсырмаңызға келіп, осы жерден жөндеу жұмыстарын жүргізсеңіз болады. Өте керемет платформа. Мына жерде таңдау, карточки, группаға бөлу, кәдімгі тест жұмысы, сөз қою, анаграмма, яғни адасқан әріптерді орындарына қою, напиши ответ деген, мысалға сұрақ қойып, соған жауабын мына жерге оқушы жазатын. Сондай әдіс. Өте керемет платформа. Мына жерде таблица результатовқа жаңағы оқушылар жауап берген результаты шығады. Өте қажетті және қолжетімді платформа, яғни жасалуы да өте жеңіл. Мои заданиенің ішінде құрастырған тапсырмаларыңыз осылай сақталып тұрады. Кез келген уақытта ашып оқушыларға ұсына берсеңіз болады. Тапсырма құрастырып әртүрлі формада. Яғни осы платформаға тіркеліп жұмыс жасап көріңіздер. Өте керемет платформа, пайдаларыңызға жарасын. Өте қызықты, сіздерге қолайлы платформаның түрлерін алдағы уақытта тағы да салатын боламыз. Біздің жобамен бірге болыңыздар.